шашынсыз ашық деп күтілген. Осы өңірде Қалпыз Ақжұлдыз Ыбырай Алтынсарин еліне 5 сыныптармен саяхат жасап, қыпшақ сыйлықтарын тыңдап қайтты. Қарашаның 22-ші жұлдызы. Ұлт мүддесін ту еткендер атты конференция өткізетін Накипова Мария Нұруллақызы. Өткізетін кісінің кең пейілді жайдары мінезі мен өтетін тақырыпқа орай ол күні ауа райы ашық деп болжау жасалуда. Қарашаның 22-ші жұлдызы. 10-шы А сыныбында қазақ тілі пәнінен әлемдік өркениеттік үрдістер аясындағы қазақ мәдениеті деген тақырыпта Жанат Ермекқызы ашық сабақ өткізеді. Ол аймақ құрылыс материалдарының жаңа түрмен нәрленгендіктен адамның көңіл-күйіне жақсы әсер ететін жайлы ауа райы. Қараша айының 19-шы жұлдызында Алматы қаласы нөмірі 104-ші орта мектебінің нөмірі 4-ші кабинет өмірінде ауа райы біршама төмендейді. Бұл күні қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жадросинова Айнұр Жантыбайқызы және 6-шы сынып оқушылары еліміздің ең суық өңірі Нұр-Сұлтан қаласының өнер ордаларына саяхатқа шықпақшы. Қазгидромет ескертеді. Астана өнер ордасы атты ашық сабаққа жолға шықсаңыздар, абай болыңыздар. Ауа райының демеушісі нөмірі 104-ші орта мектебі қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі.